Сөз депутат Дүйсенбинов Берік Сәлемжанұлына беріледі. Рахмет. Құрметті төраға, Ақ жол фракциясының депутаттық сауалы бас прокурорға. Өткен жылдың наурыз айынан бастап Қазақстан соттары толығымен онлайн форматқа көшті. Естеріңізге сала кетейік, сот отырыстарын видеоконференция ВКС жүйесі пайдалана отырып өткізу туралы методикалық ұсыныстар сонау 2014 жылы қабылданған болатын. Пандемияға дейін ВКС жүйесі сот отырыстарына қатыса алмайтын немесе жазасын өтеу орындарындағы азаматтармен қатынас үшін ғана қолданған. Яғни індетке дейін сот жүйесінде 6 жыл уақыт арасында қашықтан жұмыс істеу тәжірибесі қалыптасып, бүгінгі мәжбүрлі онлайн форматқа белгілі бір дайындықпен келді десек те болады. Алайда ақпарат құралдарындағы мәліметтерге сүйенсек, 2014-2019 жылдар аралығында бақандай 5 жыл және бюджеттен жарты миллиардқа жуық қаржы жұмсап орнатқан ВКС құралы іс жүзінде 2 адамның басын қосып сот отырысын өткізуге жарамай қалған. Қазақша айтсақ, ысқырығы жер жарады, айдағаны 5 ешкінің кебі келді. Бізге мәлім ақпаратқа сәйкес ВКС жүйесінің көмегімен бүгінде бірде-бір сот ісі қарастырылмайды. Ақпаратты қауіпсіздік пен конфиденциалдықты қамтамасыз ету мақсатында жоғарғы сот тарапынан ұсынған Триконф бағдарламасында сот процесіне қатысушылар тараптардың көптеген наразылығын тудырған соң, жоғарғы сот судьяларға басқа платформалар мен мессенджерлерді қолдануға рұқсат берген. Бүгінгі WhatsApp, Zoom сияқты мессенджерлерді пайдаланып өтіп жатқан сот процестерін соқыр мен саңыраудың әңгімесі десек қателеспейміз. Байланыстың үзілуі, шиқылдаған дыбыстар, дауыстардың естілмеуі, сизолармен байланыс орнатудың қиындығы, тараптардың бірін-бірі естімеу және көрмеуі, міне бүгінгі сот отырысының қысқаша келбеті осындай. Бүгінгі сот процестері кезінде туындайтын сұрақтарға қысқаша тоқталатын болсақ, олар өте үлкен. Бірінші, аудио, видеодағы кедергілерге байланысты тараптар өздерінің соттық қорғауға деген құқықтарын толыққанды іске асыра ала ма? Екінші, сотқа қатысты құжаттар толығымен сот жүргізу ісіне тіркеле ме? Сот кабинеті сервис арқылы жолданған дәлелдерді теріс пайдалану қаупі бар. Сондай-ақ құжаттың немесе жазудың қойылған қолдың төл нұсқасы екенін анықтау мүмкін емес. Онлайн отырысқа куәгердің жалған айғақ берген үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылатын жөнінде ескерту жасалғаны туралы қолхатты алдыруда бүгін қиындық туғызып отыр. Сот отырысы барысында тараптарды байланыстан заңсыз ажырату жағдайларда болған жасырын емес. Сонымен қатар онлайн форматында сот істерін жүргізу заман талаптарына сай және ыңғайлы екені де сөзсіз. Бұл формат тараптарға қолайлы және осы форматта жұмыс істеу халықтың сот төрелігіне қол жетімділігін арттырады. Жүріп тұруға уақыт пен қаржыны үнемдейді, заңгерлердің уақытын үнемдеп, өкілдердің қызмет ақысына оң әсерін тигізеді. Осы орайда Ақ жол фракциясы төмендегіні: бірінші, тараптарға қол жетімді болу үшін барлық құжатты толығымен электрондық форматқа көшіруді. Екінші, тараптардың және куәгерлердің қатысуымен дәлелдердің айғақтығын талап етпейтін істерді қарауды онлайн форматқа көшіруді. Үшінші, процессуалдық заңға қашықтық форматпен сот жүргізудің ерекшелігін ескеретін өзгерістер енгізуді. Төртінші, онлайн отырыстарда сот процесінің бұзылуын тіркеу әдістерін қарастыруды. Ашық сот отырыстарына қоғамның қатысу тәртібін регламенттеуді және жабық сот отырыстардың құпиялығын қамтамасыз етуді. Бесінші, адамның бас бостандығынан немесе меншік құқынан айыру сияқты аса маңызды істерді бүгінгі санитарлық талаптарды сақтай отырып, офлайн режимінде қарастыруға қайта оралуды ұсынамыз. Адам тағдыры онлайн шешетін ойыншық емес. Еліміздің азаматтарынан, заңгерлер қауымынан, әсіресе кәсіпкерлер тарапынан бүгінгі онлайн соттың әділдігіне күмән келтіретін көп сауалдар түсуде. Бұл тек сот жүйесіне ғана емес, мемлекеттің әділеттігіне де күмән келтіретін сөзсіз. Әрине, бұл сұрақтар жоғарғы сот басшыларына қойылған дұрыс болар еді. Алайда парламент және парламент депутаттарының мәртебесі жөніндегі заң талаптарына сәйкес біз осы сауалдарымызды сот жүйесіне тікелей қоя алмаймыз. Бірақ бүгінгі сот жүйесіндегі орын алған жағдай азаматтарымыздың конституциялық құқықтарына тікелей қатысы бар болғандықтан және осы жағдай көп азаматтарымыздың құқықтарын бұзуға мүмкіндік бергеннен кейін осы сауалды құрметті бас прокурор сізге жолдауға мәжбүрміз. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары, назарларыңызға рахмет.